қандай жағдайда кредит кешіріледі? Қаржы министрлігі түсіндірді. Қаржы вице-министрі Марат Сұлтанғазиев жеке азаматтардың банкроттығы туралы заң жобасының негізгі нормаларын түсіндірді. Егер тұрақты табыс және қарызды жабуға мүмкіндік болмаса, банкрот жариялау шарасын қолдану ұсынылып отыр. Оның екі түрі болады. Біріншісі сотсыз банкроттық, екіншісі сот арқылы банкроттық жариялау, деді Сұлтанғазиев. Сотсыз банкроттыққа жүгіне алатын адамдардың нақты санаттары анықталды. Олар қарызды төлеу мерзімі 5 жылдан асып кеткендер, 100 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын берешекті 1 жыл төлемей жүргендер, 1600 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын қарызды 6 ай төлемегендер. Сотсыз банкроттықты жариялау туралы өтініш электронды үкімет порталы арқылы жіберіледі. Бұдан бөлек, ие салық азамат мобильді қосымшасы арқылы жіберуге мүмкіндік болады. Құжат қабылданғаннан кейін мүліктің бар жоғы, қарызды төлеу мерзімінің 3 санаттың біреуіне сәйкес келуі және тағы басқа мәліметтер тексеріледі, деді вице-министр. Оның айтуынша, қарыз көлемі 5 миллионнан асатын борышкерлер банкроттықты сот арқылы жариялайды. Мүлік болса сауда-саттық арқылы сатылып, кредитті жабуға жіберіледі. Қалған қарызы кешіріледі. Ал жалғыз баспанасын кепілдікке қоймаған болса, кредитор оны алып қоя алмайды. Осылайша банкрот деп жарияланған адамның жалғыз баспанасынан басқа мүлкі мен ақшасы болмаса, қарызы кешіріледі. Бірақ нақты шектеулер болады. Атап айтатын болсақ, заң жобасында 5 жыл бойы кредит пен займ алуға тыйым салынып отыр. Бұдан бөлек 3 жылға елден тыс жерге шығуға рұқсат болмайды. Шетелге тек емделуге, жақын туысын алып баруға және жақын туысын жерлеуге шығуға мүмкіндік беріледі. Жұмыс істеу үшін де рұқсат берілуі мүмкін. Оны әлі де талқылау қажет, деді Сұлтанғазиев. Ал банкроттықтан кейінгі шектеулермен жүргісі келмейтін адамдар қарыздан бірте-бірте құтылу тетігін таңдай алады. Ол төлем қабілеттілігін қалпына келтіру деп аталады. Ондайда борышкер сотқа жүгініп, қарызды 5 жылға бөліп төлеуді сұрайды. Бірақ тұрақты табысы болуы шарт. Ал берешегі 5 миллион теңгеден асуы тиіс. Сосын қарыз берген және қарыз алған адамның келісімі болуы шарт. Осыдан кейін төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жоспары жасалып, сотқа бекітіледі, деді Сұлтанғазиев. Айта кетері, Қазақстанда жеке тұлғалардың банкроттығы туралы арнайы заң жобасы әзірленген болатын. Осы айдың басында осы құжат қоғамдық талқылауға шығарылды. Жаңа заң келесі жылдан бастап күшіне енеді деп жоспарланып отыр.